Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай кәдеден керемет дәмді құймақ дайындайтын боламыз. Ол үшін 2 орташа кәдені жуып, сыртын тазалап, үккіштен өткізіп аламыз. Үккіштен өткен кәдімізге тұз саламыз. Тұз салған кезде кәдеден су бөлінеді. Сол суды жақсылап қолымызбен сығып алып тастау керек. Дайын болған кәдімізге жұмыртқа, чеснок, укроп, ұн салып, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызды табамызда майды қыздырып, екі жағынан 3-4 минуттан орташа отта қуырып аламыз. Дайын болған құймақтарымызды қаймақпен немесе басқа да соустармен ұсынсаңыз болады, бірақ қаймақпен ерекше дәмді болады екен. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Өте дәмді, жеп жеңіл болып шығады. Өте жұмсақ. Баршаңызға ас болсын.